ArcelorMittal Теміртау Қазақстандағы ең ірі металлургия өнеркәсібі. Өнеркәсіп құрамына металлургия комбинаты, 4 көмір шахтасы, 8 кен орны кіреді. Армысыздар ағайын, ежелде инвестиция және даму бағдарламасы. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында от кәсібінің шеберлерімен танысып, болаттың қалай құйылатынын көзбен көретін боламыз. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы тегіс және сұрыпты прокат өндірісіне маманданған. Агломерат темір кенін және көмір концентраттарын, кокс, шойын, болат шығарады. Бұл болатты өндіруге арналған конвертер цеха. Мұнда шойыннан және металл сынықтарынан болат балқытылады. Конвертерный цех предназначен. Конвертер цехында шойын темір кендерін домна пештерінде балқыту арқылы алынатын өңдеудің бастапқы өнімі жүзеге асады. Қолданылуымен химиялық құрамына қарай шойын қолданбалы, яғни болат қорытуға арналған шойын, құйма шойын, арнаулы шойын болып бөлінеді. Шойын құймалардың сапасын жақсарту үшін аз ғана мөлшерде түрленгіштер қосып түрлендіру және шойынды әртүрлі элементтермен қоспалау қолданылады. Балқыма өнім арнаулы ленталы ойық арқылы сыйымдылығы 320 тонналы болат құйғыш шөмішке құйылады. Өндіріс тоқтаусыз жұмыс жасайды. Жұмысшылар 2 ауысымда қызмет атқарады. Тәулігіне 12.000 тонна болат өндіріледі. Күніне 10-12 мың тонна қалып шығарамыз. Тұтынушылардың қалауы бойынша бұл қалыптар, мысалы көріп отырсыздар, міне 2 машина бар бізде. Әр машинада 2 ручейден ені 740-тан бастап 1900-ға дейін енін істеуі болады. Қалыптың ұзындығы 4 метрден бастап 12 метрге дейін. Болат темірдің көміртекпен және басқа элементтермен қорытпасы. Болат өндіретін негізгі шикізатқа шойын мен металл сынықтары жатады. Бұл жердегі жұмыс технологиясында қауіпсіздік шаралары қатаң сақталған. Себебі болат өндіруде 400-ден астам тонна салмақ қызу қозғалысқа түседі. Қоштың ішінде құйылатын сұйық болаттың салмағы 280 тонна. Амына қоштың өз салмағы 110-115-120 тоннаға дейін барады. Сонда барлығы 420 тоннаны, бірақ бір көтергенде сонша салмақты көтереміз болат өнімін. Сол болат өнімі мұның ішінде 280 тонна защитная труба дейді, через защитную трубу на промкошқа барады, промкоштан на погружной стакан арқылы арғарай өнім құйылады. Мұнау жаңа ғана конвертерлік цехтан шыққан таза болат құймасы. Мұндай бір қалыптың салмағы шамамен 10 тонна мен 20 тоннаның аралығы. Яғни тұтынушының тапсырыс беруіне байланысты ұзындықтарда кесіліп, әрмен қарай өзге цехтарға жөнелтіледі. Сұйық болаттың салмағы 250 тонна. Болат өндірілетін қазанның салмағы 280-ден 300 тоннаға дейін барады. Өнімге тұтынушылардың тапсырыс беруі бойынша кесіледі. Цех қызметкерлер 4 метрден 12 метр аралығындағы кез келген өлшемді кесіп бере алады. Жаңа қондырғылар болат сұйықтығының салмағымен қатар температурасында көрсетеді. Мысалы, анықтау құралдары 1546 градус температураны көрсетуде. Сондай-ақ цехта конвертерлік бақылау үшін электронды есептеу машинасы пайдаланылады. Ол шөміштегі сұйық болатпен үрленеді. Шөміштегі болатты шыңдайтын қондырғы қалдық конвертерлік газды ішінара жағу арқылы оны беру және тазарту жүйесі қолданылады. Мы разливаем сталь жидкую, которая нам приходит. Біз сұйық болатты құямыз. Болаттың құрылымын жақсарту үшін оны термиялық өңдеуден өткізеді. Термиялық өңдеудің маңызды әдісі болатты суару және жасыту. Суарған болатты қайта қыздырып, біртіндеп суытқанда болат босап, жұмсап, жасиды. Балқытып біріктірілгендері тойтармалық құрылымдармен салыстырғанда негізгі артықшылықтары металл шығынының аз болуы. Қазіргі болат құрылымдарының 95%-ға жуығы балқытып біріктірілген құралымдар түрінде дайындалады. Өндіріс цехында 593 жұмысшы бар. Бұдан өзге жалпы техникалық, сервистік қызмет көрсетушілердің саны 140 қызметкерді құрайды. Руслан Еселбаев конвертер цехының басшысы. Зауыттағы атқарылатын әр бөлімнің қызметін бүге шүгесіне дейін білетін азаматтың еңбек өтілі 20 жылдан асқан. В конвертном цехе работаю с 94 года. Мен бұл цехта 1994 жылдан бастап жұмыс істеймін. Шойынды өңдеуші қызметін атқардым алғашында.
Одан кейін болат қорытушы болдым. Бұдан кейін ауысым шебері, әрмен қарай ауысым басшысы болдым. 2010 жылдан бастап цех басшысының орынбасары болсам, биылғы жылдың қазан айынан бастап конвертер цехының басшысы болып қызмет жасап келемін. Маған өндірістегі жұмысым өте ұнайды. Себебі мен үшін төменгі баспалдақтан бастап көтерілу, әр сатының өз қызығы мен өз қиындығы ыстық болып қала береді. ArcelorMittal халықаралық концерн құрамына кіреді және Қазақстанның тау металлургия секторындағы ірі кәсіпорын болып табылады. Сондықтан зауыт өндірген өнімдер ел ішінде де тасымалданып, экспортқа да шығады. Негізгі тапсырыс берушілер Ресей, Иран, Қытай, орталық және оңтүстік шығыс Азия елдері. Основные направления экспорта. Экспорттың негізгі бағыттарына бірқатар елдерді жатқызамыз. Орта Азия мемлекеттерінен бөлек, Батыс Еуропа елдерде зауыт өнімдеріне тапсырыс бермек. Сондай-ақ Теміртаудағы нөмір 4-ші домна пеші іске қосылуға дайын. Бұл комбинат биылғы жылдың өзінде 4 миллион тонна болат өндіруге мүмкіндік береді. Бұл өткен жылғы деңгейден 15%-ға жоғары. Металлургтер өндіріс көлемін жылына 6 миллион тонна болатқа дейін арттыруды жоспарға қойған. Жалпы ArcelorMittal Теміртау зауыты болат өндірісінен басқа жалпақ және сұрыпты прокат өндірісіне мамандандырылған. Сонымен қатар агломерат, темір рудалық және көмір концентратын шығарады. Компанияға Теміртау металлургия комбинаты, Қарағанды облысындағы 8 көмір шахтасы, Қарағанды, Ақмола облыстарындағы темір рудаларын шығаратын 4 кен орындары жатады. Жалпы қара металлургия соңғы жылдары елімізде едәуір қарқын алған. Мәселен, өткен жылдың соңғы 10 айындағы көрсеткішпен биылғы жылды салыстырғанда ағымдағы жылдың қара металлургия өндіру елімізде 3%-ға артқан. За 10 месяцев 2016 года 2016 жылдың соңғы 10 айы мен былтырғы жылдың соңғы 10 айын салыстырғанда елімізде қара металлургия саласы 17%-ға артқан екен. Мұндай жоғарғы көрсеткішке жетуге ArcelorMittal Теміртау зауыты зор үлес қосып отыр. Бұл қуанышты жаңалық. Жалпы болат өндіруді ағымдағы жылы 4,2 миллион тонна болады деп жоспарлаудамыз. ArcelorMittal Теміртау зауыты 2011 жылы 3 миллион 684 мың тонна сұйық болат өндірген. Бұл 2010 жылғы деңгейден 10,3%-ға көп. Жасыратын жоқ, Қазақстан болат өндірісінен әсіресе темір арқау өнімінен Ресей мемлекетіне тәуелді. Биылғы жылы елімізге импорттан әкелген өнімнің бағасы 2 миллион 800 мың долларды құраған. у нас есть довольно высокая импортозависимость по остальной продукции. Бізде болат өндірісі саласына келгенде өнімдерді өзге елдерден алуға әлі де тәуелдіміз. Сондықтан мемлекет импортты азайтып, болат өнімдерін өндіретін зауыттарға барынша қолдау көрсетуде. Алдағы жылы елімізде қара металлургия саласында жұмыс атқаратын зауыттарды салу, дамыту жүйелері жоспарға қойылған. Бұл елбасының тапсырмасы. Біз импорт емес, экспорт жасауда көш бастауымыз қажет. Иә, бәрі де алда. Елімізде салынып жатқан зауыттар еліміздің қара металлургия өнімдері импортына тәуелділігін азайтар. Себебі өндірістің өркендеуіне елбасы да сенімділік артады. Карагандинский металлургический комбинат, первенец черной металлургии нашей страны, один из лучших предприятий бывшего Советского Союза, должен выйти на 6 миллионов тонн стали в год. И то, что 4-я доменная печь, самая большая, сейчас вышла после капитального ремонта, дает на это большую надежду. Болат, қара металлургия өндірісінің негізгі өнімі және қазіргі машина жасау өнеркәсібі мен құрылыста пайдаланылатын негізгі материал. Сондықтан болат өндірісінің көлемі мемлекеттік экономикалық деңгейді сипаттайды. Елбасымызды еңбекпен шынықтырып, еліміздің қарыштап дамуына елеулі үлес қосқан Теміртау шаһарындағы шығарылымымыз осымен тәмам. Аптайын алып келгенше аман сау болыңыздар ағайын.